Аида перзентханаға аттанды. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз сіздерге әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды және де танымал қосылайық жобасы жайлы ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткіземіз. Ендеше біздің арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Айза перзентханаға аттанды. Ол немесе қыз. Айза жүкті екені және нәрестенің жынысы туралы ресми ақпарат берді. Айза әлеуметтік желідегі парақшасында оқырмандардың сұрақтарына жауап берді. Қайырлы таң, әрине қиналып ояндым. Ішім бос, бірақ құсып жатырмын. Біздің кішкентай жігіт. Құдайға шүкір, алғашқы скрининг жақсы өтті. Мұндағы аналар өте агрессивті. Олармен салыстырғанда барлық жағымсыз нәрселерді басынан өткерген. Мен өзімді мес сияқты сезінемін, деп жазды Аида. Неше аптада жүкті болдыңыз? Неше апта болды деген сұраққа Айза 12-13 апта болды деп жауап берді. Айза қосылайықтың соңғы жобасында Сұлтанмен романтик қарым-қатынаста болып жүкті болған еді. Олар қазір Түркияның Стамбул қаласында бірге өмір сүріп жатыр. Қалайда болмасын, Айзаның тезірек нәрестені бауырына басып алуын тілейміз. Егер сіздер де соны тілесеңіздер, видео астына өз лайктарыңызды қалдырып кетулеріңізге болады. Сау, сәлеметте болыңыздар.